ESDU грантына тіркелу жолы. Ол үшін Google-ға SPT ESDU деп жазамыз. Мына жерде ережені оқып қараңыздар. 4 жылға 306 грантпен жеңілдік. Олимпиада ережесі бойынша бірінші тур 15 ақпанда 50 логикалық сұрақ бар. Ал екінші тур өткендер арнайы офлайнға қатысасыздар. Мына жерде таңдау пәндеріңіз бойынша физика, геомат, ағылшын тілі, химбио, әдебиет, биогео, құқық негіздері сияқты өзіңіз таңдау пәніңізге сәйкес бағыттарды бір оқып алыңыздар, қанша сұрақ бар екенін көріңіздер. Одан бөлек төменде FAQ, яғни жиі қойылған сұрақтар, барлығын бір оқып шығыңыздар. Осы жерде бүкіл сұрақтарыңызға жауап бар негізінде. Мына жерде байқасаңыздар, анықтама үлгісінде өзіңізге түсіріп алыңыздар. Анықтама үлгісі маңызды, соған сай болу керек. Грант жеңіп алған кезде кемендегі шекті балдар бәрін қарап алыңыздар. Жақсы ма? Осы шекті балдар жоғары болса ғана сіздің грантыңыз жарамды. Ары қарай ережені соңынан оқысаңыздар, барлығы түсінікті тілде жазылған, қазақша, орысша, қай тілде керек болса. Сосын ары қарай тіркелуге басамыз. Міндетті түрде өзіңіздің рабочий имейліңізді жазамыз. Мына жерде көрсетілген сөз жазғаннан кейін сіздің имейліңізге код келеді, арнайы SPT код. Көбінесе спамде болуы мүмкін. Соны алып көшіріп қайтадан енгізген кезде сізге осылай бір парақша ашылады. Парақшада жалпы ережені бір қарап шығыңыздардағы өзіңіздің толық аты жөніңізді енгізіңіздер. Бұл жерде мүмкіндігінше дұрыс енгізу керек, өйткені сертификатқа ертең грант алған кезде тікелей осы жазылады. Өзіңіздің байланыс номеріңізді, ЖСН номеріңізді, жаңағыдай ұл қыз екеніңізді барлығына жерде толық қатесіз енгізу керексіздер. Қаласы, өзіңіздің қалаңыз таңдаңыз, соған сәйкес оқу орны шығады. Егер оқу орны шықпай жатса, төменде тізімде оқу орныңыз болмаса, өзіңіз енгізіңіз деген батырманы басып, қолмен өзіңіздің оқу орныңызды енгізуге болады. Жақсы ма? Мысалы, осылай біз жаңа даму мектебінде қостық. Екінші кезең өткен кезде қай қалада өткіңіз келеді, офлайн түрде соны жазасыздар және таңдау пәніңізді енгізесіздер. Одан бөлек өзіңіздің анықтамаларыңыз бәрін жүктегеннен кейін осылай